Молда бұл қазақстандық жаңа қылмыстық триллер, онда әрекет пен терең философиялық мағына үйлесім тапқан. Фильм адам жанының өзгеруі, күнәдан арылу және жақсылық пен жамандықтың шекаралары туралы ой салады. Сюжет. Аслан жалдамалы қылмыскер, кез келген мәселені күшпен шешуге дағдыланған. Бірақ бір күні ол бастығының бұйрығын орындаудан бас тартады, жазықсыз адамды өлтіргісі келмей. Осыдан кейін ол қылмыстық әлемнің сатқынына айналып, бүкіл ТМД-ның бандалары оны өлтіруге ұмтылады. Жасырынатын жер қалмай, Аслан амалсыздан мешітке бас сауғалайды. Осы қасиетті орында ол дұшпандармен ғана емес, өз жан дүниесімен де күресуге мәжбүр болады. Ол жерде имам молдамен танысып, өмірдің жаңа мәнін түсіне бастайды. Бірақ өткен өмір оны оңайлықпен жібере қоймайды, қылмыстық топтар оның ізіне түсіп, мешіт шайқас алаңына айналады. Бұл енді тек Асланның өмірі үшін ғана емес, оның жаны үшін күреске ұласады. Фильмнің жетістіктері мен болашағы. Сапалы қойылған экшн сахналар көрерменді бірден баурап алады. Әрбір қимыл қозғалыс дәлдікпен, шынайылықпен түсірілген, режиссердің кәсібилігі бірден сезіледі. Белгілі қазақстандық актерлердің ойыны шынайылығымен ерекшеленеді. Олар әр кейіпкердің жан дүниесін көрерменге жеткізе алады. Фильм қазақ мәдениеті мен дәстүрін тереңнен қамтиды. Бұл оны жергілікті көрермендер үшін ерекше етеді. Сонымен қатар, қылмыстық триллер жанрындағы фильмдер бүкіл әлемде танымал, сондықтан молда халықаралық фестивальдерге қатысып, шетелдік аудиторияны да қызықтыруы мүмкін. Режиссердің ерекше көзқарасы фильмде әрекет пен терең драманы үйлестіріп, көрермендерге ұмытылмас әсер сыйлайды. Фильм неліктен табысты болмақ? Керемет қойылған экшн мен терең мағыналы оқиға. Өткен мен болашақтың арасындағы жан толғанысы. Қазақ кино өндірісінде сирек кездесетін, адам тағдыры туралы ой салатын оқиға. Әлемдік деңгейдегі фестивальдерге қатысуға үлкен мүмкіндік. Молда фильмі Қазақстанда үлкен жетістікке жетіп қана қоймай, халықаралық кинематографияда да өз орнын алатын ерекше жобаға айналуы мүмкін.